Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін күн шығып тұрса да дала салқын екен. Шамалы қамданып киініп алдық. Я өткен жолдағыдай уәде бергендей, сыртқы көрінісіне Приораның шамалы вид берейік. Бүгін не істейміз? Бүгін диск ауыстырамыз. Кеттік, көреміз. Достар, бүгін айтқандай кішігірім өзгеріс береміз. Бүгін диск ауыстырамыз. Көрейік дискті. Қарасыңнан көрдім ішіңдегі мұңыңды. Неге ғана неге сенсің қылғылай қыз бұрымды. Айтшы маған жасырмашы ішіңдегі сырыңды. Біліп тұрмын сыртыңнан махаббатың үзілді. Страшнаймын дейсің бе шуағыңды жасырып. Қайда кетіп барасың қиял жүрген астында. Өзің алдайсың, күн мен айды жалғайсың. Жасаураған жүзіңмен бара жатсың асыға. Сеньорита, 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 мұңаюға хақың жоқ. Сеньорита, 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 Я достар, бұл Торус. Приораның ең жақсы көретін өзінің дискісі, модадан қалмайтын Торус. Я бүгін Торусты салдық. Енді мен алдыңғы дискті айтатын болсам, бізде 14-ші диск болды көлемі. Және де профилі 65 болды. Кімге қызық болса айта кетейін. Ол диск Кик оригинал. Оның дубликаттары да бар. Мен арнайы оны Алматыдан тапсырыспен алдырттым. Диск 65 мың теңгеге шықты. Барлық доставкасымен үйге дейін 65 мың теңгеге. Одан кейін неге мен заказ берді деп ойлайсыздар интернеттен? Өйткені дубликаттың да бағалары сол болды. Қарағандыдағы авторингтен көрдім, бағалары сол екен дубликаттың. Содан кейін барып мен интернетті ақтарып отырып, арнайы сондай дүкендер бар екен, тапсырыспен маған звондап, сосын оригинал екенін айтып түсіндірді. Дубликатпен айналыспаймыз деп. Содан кейін сол дискіні заказ беріп алдырттым 65 мың теңгеге. Одан кейін мен шинасын шипемен алдым. Әрине қыстық. Тунга ең арзан шина 11.500 теңгеден. Барлығы сонда бізде қорытындылай келе баға шықты. Мен бағасын нақты айтатын, өйткені мен әрбір жасалған нәрсенің қанша ақша салынған бәрін жазып отырам, сондықтан да нақты айта аламын. Сондағы дискімен резина шықты, 111 мың теңгеге шықты. Ал мынау бүгін Торус бізде 195, 50-15. Бұлайша айтатын болсам, мен өзім опытымда низкопрофильмен. Әрине майыстырдым да низкопрофиль, бас кезінде опыт жоқ қой. Трассаға шығып кеттім, жаман жолдарға шықтым, майыстырдым. Оны істеттім. Енді әрине қаланың ішінде жүретін болса, низкопрофильмен жүре беруге болады, шұңқырларға түсіп қалмасаңыздар.
машинаның ішінде айтатын болсам, мүлдем айырмашылығы жоқ. Көлік қалай? Өзгеріс жоқ. Профилі 65 болса да, қыстықтың, қазірна жаздықтікі 50 болса да, профилі ешқандай өзгеріс жоқ, қаттылық жоқ мүлдем. Бәлкім дөңгелектің өзінен шығар. Бірақ ешқандай айырмашылық жоқ. Ал егер трассаға шықтым, мен осы дискімен де, жаңа 1465-пен де шықтым трассаға. Бірақ трассада қаттырақ болады. Низкопрофиль трассаға жарамайды біріншіден. Қатты болады. Екіншіден, кішкентай кочка ілініп қалсаңыздар, грижа шығады және диск бірден майысады. Бұл диск жаңа емес, дөңгелекте жаңа емес, бұл екеуі де. Кімге қызық болса, соған айта кетейін. Бұл диск Кик оригинал фирмасы. Мұнда Торустың өте көп дубликаттары. Бірақ бұл оригинал Кик. 15-ші көлемді дискі. Бұның егер жаңа бағасы авторингта дубликаттарын алам десеңіздер 70 мың ба, 65 мың теңгеден ба, осы 15-ші көлемді басталады. Ал егер оригиналдар болса 90 мың теңгеден жоғарырақ болады оригиналдар Киктары. Бірақ енді мен оригинал мен дубликатын салыстыратын болсам, екеуі де майысқақ. Өте жұмсақ диск, бітті кочка болса майысық болады. Мен приораларды тағы бір рельс деген дискі бар, араларында көп тағат приораларда. Ол диск бұған қарағанда қаттырақ және мықтырақ болады. Көбіне жай ұрған кезде ол көбіне майысып кете бермейді. Бізде шинасы Бриджстон, ешқандай да қытайлық және орыстардікі емес. Бұл кореялық дөңгелек. Бриджстон өте жақсы екен. Меніңше дискіға қарағанда мықтыма дей қалдым. Кочкалар болды ұрған, дискі майысты, бірақ дөңгелекке ештеңке болған жоқ. Көбіне грижа шығып кетеді ғой. Енді осы дөңгелек туралы қысқаша айтып кететін болсам, неғұрлым профиль жіңішкерген сайын, кез келген низкопрофиль дейміз ғой дөңгелектерді, олар қымбатырақ келеді. Ал егер профиль үлкейген сайын, олар арзанырақ келеді. Ал егер мына шинаның бағасын білдім, сіздер үшін арнайы авторингтан Бриджстонда осы 195 50-15-ке бір штуғы 18 мың теңгеден. Бір штуғы 18 мың теңге. Одан кейін 55 дегені бар. Дәл сол 195 55-15 дегені бар. Оның бір штуғы 16 мың теңге ма сондай. Профиль үлкейген сайын арзанырақ болады. Әрине, низкопрофильға былтырлармен қарағам. Осы 195 50-15-ке мүлдем таппағам. Қарағанды бойынша бір-екі жерден ғана көрдім, оның өз қымбаттарын. 22 мың, 23 мың, тағы бір корейский, японский дегендер болды. Енді биыл қарасам, биыл жетеді екен. Өте көп 195 50-15 бағаларын айтатын болсам, қазір 12 мың теңгеден 11 500 теңгеден басталады. Қытайлықтар әрине. Қытайлық 195 50-15-терін, қытайлықтарын 12 мың теңгеден басталса, профиль 55 болса, дәл сол. Ол жаңағы 10 мың 800, 10 мың теңгеге дейін түсіп кетеді. Достар, бүгінге аяқталды. Диск Торус ұнады ма сіздерге? Меніңше алдындағы 14-ші көлем дискке қарағанда осы Торус әдемірек сияқты. Сол үшін лайк басамыз, каналға жазыламыз, және де видеоның соңына дейін көреміз. Енді достар, өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Не жетіспейді приораға? Тағы не салу керек? Соның бәрін жазып кетіңіздер комментарияға. Алла қаласа әлі проект жалғасады, әлі де түсіреміз. Ең біріншіден әдемілік қой, сол үшін салдым біріншіден. Одан кейін әрине ұрып алдым да, істеттім да, бірақ қаланың ішінде низкопрофильмен жай дөңгелекте қатты бір айырмашылық жоқ, жүріс бәрібір. Бірақ неғұрлым диск үлкейген сайын машинаның басқарылуы жақсырақ болады. Және де астың ходовка, аспалар бәрі әсер етеді, әрине оған тек қана диск қана әсер етпейді. Енді не болса да салдық. Низкопрофильмен бір қатты
трассадан ғана бір ай әттеген-ай деген жерлер болды, а бірақ қаланың ішінде ондай ештеңке болған жоқ. Мен қазір 65-ші профильмен жүрдім, қыста да, осы жақында да ешқандай айырмашылық жоқ қаланың ішінде. Сондықтан да салдым. Я достар, әзірге осымен аяқталды. Каналға жазылыңыздар, қазақша YouTube дамытайық. Келесіде көріскенше. Қара жорға болмаса бидің сәнді келеме, қос етек көйлек кимесе қыздың сәнді келеме. Қара жорға болмаса бидің сәнді келеме, қос етек көйлек